Құрметті респонденттер, сіздердің назарларыңызға шағын кәсіпорын қызметі туралы есептің статистикалық нысанын толтыру жөніндегі видеонұсқаулықты ұсынамыз. Бұл статистикалық нысанды қызметкерлердің тізімдік саны 100 адамнан аспайтын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар және шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары тапсырады. Тапсыру мерзімі есепті кезеңнен кейінгі 25 күнге дейін. Бастапқы бетіне статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақытын, есепті кезеңін және мекеменің бизнес сәйкестендіру номері көрсетіледі. Бірінші бөлімде қызметкерлердің санын, барлық қызметкерлердің нақты атқарған адам сағатының саны көрсетіледі. Екінші бөлімде өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің көлемі, өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсетуден түскен кіріс туралы ақпаратты көрсетіңіз. Өндірістік өнім көлемін толтыру үшін статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулықпен танысу қажет. 2/1 бөлімінде қызметтің қосалқы түрлері бөлінісіндегі өндірілген өнім көлемі көрсетіледі. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеушісі бойынша қызмет түрінің атауы Б бағанында, экономикалық қызмет түрлерінің жіктеушісінің коды В бағанында көрсетіледі. 3 бөлімде кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесін көрсетіңіз. Егер қайта сату үшін сатып алынған тауарларды өткізуден түскен кіріс болса, 1/1 жолында көрсетіледі. 4 бөлімде кәсіпорынның шығыстары туралы ақпаратты көрсетіңіз. Өндірістік емес шығыстарға, өнімдерді өткізу мен қызметтерді көрсету бойынша шығыстар, әкімшілік шығыстар, қаржыландыруға жұмсалған шығыстар және өзге де шығыстар кіреді. 5 бөлімде активтер туралы ақпаратты көрсетіңіз. Соңында мекеменің атауын, мекен жайын, телефонын және электрондық почта мекен жайын көрсетіңіз. Сонымен қатар, алғашқы деректерді жариялауға келісу немесе келіспеуге белгі міндетті түрде көрсетіңіз. Шағын кәсіпорын қызметі туралы статистикалық нысанын толтыру барысында құрылымдық статистика басқармасына телефон соғып, сұрақ қойып, көмек сұрауға болады. Телефон 31 90 23. Өзіңізге ыңғайлы әрі уақыт үнемдеу үшін статистикалық нысанды электрондық түрде тапсыруыңызға сұраймыз. Назарларыңызға рахмет.